Саламатсыңдар ма оқушылар? Сіздермен бірге Тараз қаласы номер 34 мектептің информатика пәні мұғалімі Сырманова Альфия Әділбекіні. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы растрлық кескіндерді құру және редакциялау. Сабағымыздың мақсаты растрлық кескіндерді жасау және өңдеу. Кел ойланайық. Графика деген не? Суреттерді компьютерде салуға бола ма? Бүгін үйренетініміз графикалық редактор, растрлық кескіндер құру, редакциялау. Графика деген не? Графика гректің грапо деген сөзінен шыққан, қазақша жазамын, сызамын, суретін саламын деген мағынаны білдіреді. Графикалық бейнелерге сызбалар, диаграммалар, фигуралар, тағы басқалар жатады. Графикалық редактор деген не? Графикалық редактор графикалық кескіндермен жұмыс істеуге, оларды түзетуге, өңдеуге мүмкіндік беретін және графикалық ақпаратты өңдейтін программа. Графикалық редакторда әртүрлі түспен қалам және тінтуір көмегімен сурет салынады. Графикалық редактордың екі түрі кеңінен қолданылады: растрлық және векторлық. Растрлық қағазда, мониторда, теледидар экранында кескінді құрайтын нүктелердің екі өлшемді жиынтығы. Пиксель экран бетінде көрсетілетін бейненің ең кіші элементі. Растрлық кескіндер пиксельдерден тұратын нүктелер арқылы салынады. Ол нүктелердің әрқайсысын түрлі түске бояуға болады. Растрлық кескіндердің өлшемін үлкейтіп кішірейткен сайын оның сапасы бұзылады. Paint графикалық редакторы деген не? Растрлық графиканың ең көп қолданылатын программаларының бірі Paint графикалық редакторы. Paint графикалық редакторы Windows жүйесінің стандартты программасына кіреді. Компьютерлік графика екі өлшемді графика және үш өлшемді графика болып екіге бөлінеді. Екі өлшемді графика растрлық графика, векторлық графика және фракталдық графика болып үшке бөлінеді. Paint графикалық редакторы суреттер салуға, өңдеуге, сақтауға, қағаз басып шығаруға, растрлық бейнелермен жұмыс істеуге арналған редактор. Paint редакторын іске қосу үшін іске қосу барлық программалар стандартты Paint командасын орындау қажет. Paintте сурет салу үшін терезенің ортасында тұрған ақ түсті төрт бұрышты алаңды пайдаланамыз. Ол сурет салуға арналған алаң. Редакторда сурет салу үшін не істеу керек? Paint графикалық редакторын қосқаннан кейін оның терезесі ашылады. Жаңадан сурет салу үшін Paint'тің батырмасын шертіп, құру командасын таңдау керек. Құрал саймандар тақтасынан қарындашты таңдап алып, сурет салу алаңында тінтуірдің сол жақ батырмасын шерту арқылы қалаған суретті сала аламыз. Paint редакторындағы жұмыс аймағы: салынған суретті қалай сақтаймыз? Суретті салып болған соң оны сақтау керек. Paint батырмасын шерту, сақтау командасын немесе Ctrl+S пернелер үйлесімін таңдаймыз. Ашылған терезеден ретінде сақтау ұяшығында қай орынға сақтау керектігі көрсетіледі. Файлдың атауы ұяшығында құжатқа атау беріп, сақтау батырмасын басамыз. Суретті сақтау терезесі экранда көрсетіліп тұр. Келесі сұрақтарға жауап берейік. Графика дегеніміз не? Компьютерлік графика нешеге бөлінеді? Пиксель дегеніміз не? Paint графикалық редакторы деген не? Суретті қалай сақтаймыз? Себебін анықтайық. Неліктен суреттерді Paint графикалық редакторында сақтаймыз? Неге растрлық кескіндерді үлкейткенде, кішіреткенде сапасы бұзылады? Келесі тапсырма балалар. Компьютерде орындайық. Paint графикалық редакторында құралдарды пайдаланып, алтын күз тақырыбында сурет салып бояймыз. Келесі тапсырмада суреттерді салыстырып, олардың қалай салынған талдаймыз. Келесі дәптерде орындаймыз. Суреттегі батырмалардың қызметтерін дәптерлеріне көшіріп жазамыз. Келесі тапсырма үйде орындайық. Әйгерім Paint графикалық редакторында сурет салды. Оны жұмыс үстеліне сақтап қойды. Ол кейінірек файлды ашып, үлкейтті де
қағазға басып шығаруға әрекет жасады, бірақ сурет сапасын жоғалтты. Неліктен деп ойлайсың? Оны сапалы басып шығаруға бола ма? Әйгерімге себебін түсіндір. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.